Sevgili Taşmanik'tan senin başında bırak, biraz seninleyiniz, senin korkuşun. Tutuk baş giyimlerinin bağlılıkları. Salkan bilirsen, salkan da var. Evet. Evet değil, sanatlardan. Şöyle sanatlar var. Bu toplumnu uy içine geçken, Ağlatay oyma çimgeleri meni hoz болып жасалған. Жайындасы бұл салқын болып есептелінер, қышындасы жылы болып есептелінер. Андан кейінгі бізде аққалпақ, бұны бардығында білер. Аққалпақ бұл символикалық баш киім болып есептелінер. Бұның қырлары қырғыздың асқатоларын чағылдырып тұрады. Аққалпақты жаш өзгөчөлігіне қарап киішер. Аққалпақты бойынша тұрмыш құрылатышқанда киішер, үйленіп жатқанда. Өспірім кезінде бұл қыры жашыл болған қалпақты киішер. Бұл қыры қара болған қалпақты тәжірибасы бар мырзалар киішкен. Андан кейін келсе бізде ТВТ-дің 3 түрі болып, қабылған бойынша көрпе ТВТ деп аташқан. Андан кейінгісі түлкі, үшіншісі бұл сусар ТВТ. Сусар ТВТ бұл қымбат болып есептелінген. Жана бұны жашылы ақсақалдар киішкен. Dolgu yeni hamamı başlayayım. Vardı kızlar giyinken. Şükürler kızların sanatlı ayarlarını başlayayım. Ama boyunca uzatmadan kızlar giyin. Altıncı yolu bu kızların çocuk kaçıncı yakından giyip geçirken bu belge sanatındayım. Sanatlı adet şartına karatan giyim çürü roşat taşkan bal ağ devrilerinden giyimde Kırgızlar kalpağınızı jogotsoň başınızı jogotosун деп айтышкан. Жашыл кырматтуу калпакты кимдер кийген? Жашыл кырматтуу калпакты жаңы өсүп келе жаткан балдар кийишкен. Балдар кара кырматтуу калпакты кимдер кийишкен? Gelecek yönünde bir madde.
Жалпы жеңіл салмақты баш кийим секелек кыздар кийишет. Bu TRT, kızlar TRT'yi 10 yaştan 17 yaşa sen kiyişet. Бул шөпүрөнүн адын турмушка узатып аткан кыздар кийет. Бул жолу кыздар турмушка чыкканда салынган адептүүлүктү, салттı билдирип турат. Бул элечек, бул атайын жаш улгайып калган энелерибизге арналган жана бунун бир аталышы дарыгерде аталган. Себеби кыргыз эли көчмөн болгондуктан жол сапарында жаңы али төрөлүп калса, жалайык катары колдонушкан же болбосо жарат алып калган адамдар болсо таанышкан. Бул жашыл кыргактуу калпакты жаңы өсүп келе жаткан балдар кийишкен. Ошондой эле бул кызыл кыргактуу калпак жана буну 7 жаштан 10 жашка чейин балдар кийишкен. А бул көк кыргактуу калпакты 10-15 жаштагы балдар кийген. Бул ак калпакты жаңы турмуш куруп келе жаткан жигиттер кийишкен. Мунун башындагы чачы бул тукумлоону, балалуу болууну деген түшүндүрөт. Бул 4 тарабы 4 тууганды түшүндүрөт. Bunun saymaları, oyma çizmeleri, yaş kuraka karak sayım. Bu dıykanlar var, bunu dıykanlar, kara paymalarlar kiygen. Bunu günden korunma için talanlarda kullanmalı. Bu DVT өзүнүн көргөндө биринчиси кыбылган DVT, экинчиси түлкүнүн терисинен жасалган DVT, үчүнчүсү суусардыкынан, анан кундуздукунан да жасалган DVT'лер бар. Бул DVT'лерди көбүнчө жаш улгайган адамдар кийип, мааракелерге же айылдар той топурларга кийишет, анан кудайчылар барганда да кийишет.